Басыма бақыт құсы келіп қонса да, іздедім неге оны сонау алыстан. Әр күнім күнде кино, өмір сансара. Бақытымның кілті қайда екен, соны іздеп үйден шығып кетем. Анда-мында күнде сандалған бос әуремеген. Бақыт деген өз үйімде екен, іздегенім дәл қасымда екен. Бағасын біл жаныңдағы жақын адамдардың. Жақынның сізге қымбат па, сізге көңілі қымбат па, әлде өмірі қымбат па? Көңілді бөлші жақынға, жанына жақында. Сүйші оны мақұл ма, дәл осы қалпында. Сүй күнде кеш батпай, сүйші оны сұратпай, жатарда ұмытпай. Түсінем жұмыс бір апта, тіршілік бір ақта, бітпейді мына жан. Жақын адамдар. Байғанин ауданы Жарқамыс ауылында дүниеге келген. 1964 жылы ата-анасы жұмыс барысымен Оймауыт ауылына қоныс аударған. 1970 жылы бұрынғы Жаңажол орта мектебі, қазіргі Сағи Жиенбаев атындағы орта мектепте білім алған. 1980 жылы мектепті тәмамдағаннан кейін жас түлек комсомол жастар бригадасында болған. 1981-83 жылдары әскер қатарында жүріп, суретші безендіруші жұмыстарын атқарған. 1984-88 жылдары ауыл шаруашылық жұмыстарымен айналысқан. 1989-95 жылдары Шөптікөл ауылында Бөкенбай атындағы орта мектебінде еңбек пәнінің мұғалімі болған. Ақтөбе педагогикалық училищесі, Құдайберген Жұбанов атындағы педагогикалық институтын бітірген. 1995-2011 жылдарға Ақтөбе мұнай-газ мекемесінде жұмыс жасаған. 2022 жыл аралығында Қандыағаш қалалық нөмір 4 жалпы білім беру орта мектебінде көркем еңбек пәні мұғалімі болған. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласы Фариза Оңғарсынова атындағы номері 41 мектеп гимназиясында көркем еңбек пәні мұғалімі болып жұмыс жасайды. Сенің қасиетің туған жерім, өшірген киелі өлке. Батырлар қорғаған жер. Бәрекелді, бір қошемет соғып қойыңыздар. Бауыржан ағайымыздың құрметі үшін.
Өнер таусылмас қазына, шыдамас байлық дейді дана халқымыз. Қазақ өнері ерекше қасиетімен, көркемдік мән мағынасымен ғасырлар бойы жинаған асыл қазынасы. Ендеше ерекше қасиеттерді бойына сіңірген дара тұлға Насираддинов Бауыржан ағайымызды қошемет, құрметпен әрине ортаға шақырсақ деген ниетіміз бар. Шабаласуға. Отыра беріңіздер, бүгін кешсіздігі қазір тілектер айтады, соның бәрін әдемілеп отырып тыңдайсыз. Ағайымыз кішкене толқып тұр. Таңертең 7:30-да ағай екеуміз бірге келдік жұмысқа. Сол кезде шамалы айтып қалғаны бар, сондықтан тағы да бір қошемет сұрап, сәл өзің қолқысын арылтайық бәрекелді. Олай болатын болса, алғашқы құттықтау сөз және кешімізді ашу үшін сөз Фариза Оңғарсынова атындағы нөмір 41-ші мектеп гимназия директоры Абдығалиева Гүлдария Болатбековнаға беріледі. Және бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Жакупова Назия Казымовнаға береміз. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, біздің 40-ші мектеп гимназияға қош келдіңіздер. Ағайдың артистеріне қолдап келгендеріңізге көп-көп рахметімді айтамын. Енді Бауыржан аға екеуміз осы мектепте еңбек өтілін бірге бастадық. 3 жыл бұрын. Мен де 3 жыл бұрын осы мектепке директор болып тағайындалдым. Ротация бойынша. Енді ағай енді айтатын болсақ, аз ғана уақыт болса да, осы мектепте енді артист болғанымызға өзінің мамандығын сүйетін педагог. Жалпы ағай біздің өнерлі. Сол ағайымызға енді көп алғыста, жалпы марапатта, лайықтады жан. Қазір енді ағай өзінің жұмысының барысында көрсеткен өзінің жетістіктерімен, жалпы жұмыстарымен таныстырып өтер. Енді құрметті Бауыржан ағай, біріншіден енді осы бұйырып сіздің шығармашылық кешіңізді осы шаңырақ, осы мектептің шаңырағында жасап жатырмыз. Сол енді бұйырған шығар, сізге де маған да бірге бастадық осы жол. Сізге енді мықты денсаулық тілеймін. Осы шығармашылығыңыз арта берсін, ары қарай шәкірттеріңіз көп болсын. Жалпы мына барлық көшеде тұрған жұмыстардың барлығы ағайдың өзінің қолымен, балдар оқушылармен бірге жасалған жұмыстар. Сондықтан сіздің отбасыңызға, апай да келіп отыр, балдарыңыз да келіп отыр екен. Сіздің отбасыңызға тек жақсылық тілеймін, қуаныш тілеймін, жақсы күндеріңіз көп болсын. Жалпы енді сіз апайға әйел адамсыз ғой, сізге рахмет айтамын. Ағай хорошо сохранился. Сондықтан хорошо выглядит. Сондықтан енді сіздің еңбегіңіз ол деген рахмет сізге де, енді артистсіз сізге де пенсияда екенсіз. Мұғалжар ауданының білім бөлімін басқарған екенсіз, сізге де денсаулық тілеймін. Барлық жақсылық болсын. Немерелеріміз ағайдың ізін қуып, осындай жақсы Қазақстанның үздік педагог болып атауға жазсын. Сол құтты болсын енді. Енді өзіміз енді коллективтің атынан ағайға естелігіміз бар. Мұрат? Ашық көреміз ғой. Шығармашылықтың адамы, ұлттық құндылықтарға толы, көріңізге ерсіз, біздің мектепте қызмет жасаған кезінде естелік. Құрметті бүгінгі шығармашылық кештің қонақтары, құрметті әріптестер, бүгін біздің мектебімізде керемет кеш болып жатыр. Гүлдария Болатбековна айтып кетті, осыдан 3 жыл бұрын біздің мектебімізге Бауыржан ағай келді. Көркем еңбек деген жалпы қазақ баласының бойындағы бір шығармашылығын ашатын керемет пән. Осы уақыт ішінде енді өзінің шығармашылық қабілетін жақсы жағынан көрсете
Екінші бөлімде бар. Ал енді абай ұқсаған ұлы атыңда сөз қалатын ақын бол, еліктесің енді абай ғой біздің дана абай, дара абай, хакім абай, ақын абай, әлі күнге дейін соның өлеңін жаттап айтамыз. Зерттеп жатыр бұл, әрі аудармашы, әрі педагог, абай таусылаған ақын бұл ақын болса. Ал енді өмірді жақсы, табысты, жемісті, ұзақ жыл ғұмыр кеш. Өмірдің қызығын көре беренді бала шағыммен. Аяғыма бastın. Beni baldıratıp masaya oldu. Anca okurdас. Ал енді мына атада тамаша екен Фариза Оңғарсынова атындағы апамыздың бұл қазақ біткен маңдайына біткен тілден ақын қыз ғой енді ол апамыз. Ал енді соның атына берген екен мына мектепте үлкен іс-шара ұйымдастырылған екен. Біздің бауыржанымыздың шығармашылық кешін ұйымдастырған осындағы басшымыз қарындасымыз отыр, жаңағы директор және тағы азаматтар отыр. Ал енді мына оң болсын, құтты болсын дейміз. Бұл коллективтегі адамды, ұстазды көп жылдан кейін мынау пенсияға дейді демалысқа шығарып салу үлкен мәртебе. Мінекей соған сәйкес басшылар ұйымдастырып, мына мектептің төрінде үлкен мереке кеші жасады. Бәрі оң болсын, құтты болсын. Ал бауыржан, енді мына сен бізге әлі баласың. Мен 77-демін, сен де пенсияға жоқ 63-ке келіп қалыпсың ғой. Сен бізге әлі баласың, санатта мен бала деп сөйлеймін ғой. Мына сенің құттықтайыңнан білеміз, мына шығармашылық кеш, бүткіл жаңалың бәрі құтты болсын. Мен естіп жатырмыз ғой. Енді мына әкесін көрдік, шешесін көрдік. Ауылда тәрбиеленді. Дүние деген саралтын әркімдерді алдаған қабаты қалың қара жер талай ерді жалмаған дейді. Бұл дүниеде адам бір уақытта дүниеден озады. Назаран дейтін ағамыз болып папасы. Ол бір тамаша адам болды. Өмір совхозында жұмыс жасады. Совхозда дәл қадір болды, төртінші жұмыс жасады. Ол қонақжай, ақжарқын, ешкімге жаман сөз айтпайтын, жаманды ойламайтын, тамаша тәрбиеші адам болды. Біздің ағамыз болды. Сыйласып өстік. Біздің үйменен мысалы, мен әкем, шешеммен бәріміз сыйласып өстік. Мамасы Алмаш дейтін абай, жаңа айтып кетті, директордың секретары болды. Сол енді ода бір үлкен тамаша адам болды. Мектепте көп жұмыс істедік қой, ата-аналар жиналысы дейтін болады, міндетті түрде сол кісі келеді. Ағам неге келмейді, ағам үйде демалып жатыр, мен келдім дейді. Сосын ол ата-аналарға айтатын еді. Бір ата-аналар бар ғой енді, келеседі ғой. Мына менің балама дұрыс сабақ бермейтіндер бар, үйтетін балалар бар, мұғалімдер бар деп. Сонда айтатын еді. Ай, не айтып отырсыңдар? Мына мұғалім сенің балаң мектепте 5 сағат, 6 сағат көбісі 4 сағат кетеді. Содан кейін сенің қолыңды ғой күлетін. Бүкіл тәртіпсіздің өзің үйретіп отқан танış отыр дейді жаңа. Содан күлетін серік дұрыс деп. Біз солай сыйласып өскен адамдарымыз. Енең енді жаңа айтып кеттім ғой. Фамилиям Талқанбаев, атым Талдыбай. 48 жыл туғанмын, жасым 77-де екеуміз құрдаспыз. Сол 66-шы жылы 11-ші класс бітірдік. Мына бизнесті ашылып жатыр, соған түстік. Мен сол 70-ші жылы отырдық. Сол жаңа жылдарды мектебіне, қазіргі сайық жемей отырдым. Мұғалім болып келдік. Содан бастап, осы 40 жыл жұмыс істеп, пенсияға 12-ші жыл шықтым. 11-ші жыл шығуым керек еді. Маман жетіспей қалды, математик бізде көшіп жатыр, нетіп жатыр, қазір тұрақталдық қой. Тағы бір жасап, қосымша жасадым. Кілең жастар болып кетті, сосын мен рахмет айттым. Енді болды, мен енді жасамаймын, мен жаусылап деп. Sonra қазір пенсиядамын. 5 ер балам бар, бәрі азамат болды. 13 немерем бар, 2 қыздан 6 жиенім бар. 4 балам осында тұрады, 1 қызым осында тұрады, бәрі жұмыс жасайды, үй бар, машиналар бар. Алматыда Қарағаш деген қызым бар, о да Алматыда тұрады, үйлі сояқта жұмыс жасайды. Менің қолымда 78 жылы Айбат деген бала бар, сол мына Оймотта Айбат деген бала. O da balanı çağalı. Reylamı saklamayın. Ben keyimi 45 bin söyleyeyim. Sebebim mi oldu mu? Yok dedim. Çektimim. Bayağı ulaştırıştım. Reylamı saklamayın dedim. Saklamayın. Ana zaman söz ayıp versin.
уақыт алтын болғанмен мен алтын сізге сөйлеу керек. Әшейін айтып, қысқартамыз. Енді мына андасында келгесін айтып жатқаным ғой, күтті шыдаңыздар. Сіз шыдаңыздар әсіресе. Ал енді мына тіршілікте сыйластықтан бөтен ештеңе жоқ. Адам бір-бірін сыйлай білсе, бір-бірін құрметтей білсе, жамандыққа бармаса, дүниеде жақсылыққа, жамандыққа жақсылық ұяты барды ұрғаның, жақсылыққа жамандық тек зұлымдыққа ұрғаның дейді. Біз балдарға, мына отырған сіздер тек адамға жақсы болуға, жақсы жасауға үйреттік. Біз шәкірттерімізден жақсылық көріп келе жатырмыз. Біреу қасында тұрған бауыржан бізді көшеде көрсе, тоғырғандай тұра қалып алдым, бізге сәлем берді. Бізге сол баға. Баяғыда бір қыз мектеп бітірген ғой. Соның жұмыс жасаған үлкен дәрежеге ие болған. Бір жолдас айтты: "Ай, сен баяғыда бір мектепте оқығанда салақтау қыз едің, мынандай сұмдық болыпсың ғой. Сен кімнің арқасында осындайға жеттің?" деген ғой. Әуелі ата-анамның өмірге келген, сосын ұстазымның деді. Ұстаздан құрметті адам жоқ, оны түсінетін адам болу керек. Бәріміз де ұстаздың алдынан өттік. Біздің ұстаздарымнан нағатекімізде ешкім қалмады қазір. Бәрі кетті. Себебі өзіміз 77-міз ғой. Бір ұстаз қалған жоқ, бәрі кетті. Бәрі тамаша адамдар болды, бәрі есімізде осындайға жеткізіп, бізде тәрбиелеген ұстаздар. Енді мына бұл жалған алдап кетер аяғында өкінбе өткен іске баяғыда. Сыйлай біл, өмір бойы ұстазыңды балшығын тәтті өмірден қап алды. Ұстазы сыйлау, ол осы отырған қанша адам отырмыз, бәріміз ұстаздың алды көрді. Ұстазы құрметтеу, ұстаз сыйлау. Гүлзия ханым, Төрекова Лаура ханым, Балдосова Гүлбайра ханым, Омарова Жанна және Жиенбаев Әділбек мырза. Осы кісілердің ақ тілегін тыңдасақ деген ниетіміз бар. 3 минут. Бәрін де біліп отырмыз. Дегенмен Бауыржан аға бұл кешке үйге шақырады, сол кезде айтамыз бәрін. Құрметті әріптестер, бүгінгі кешке шақырылған қонақтар, мектеп әкімшілігі, біздер өте қуаныштымыз. Осындай жақсы бір шығармашылық кештің куәсі болғанына шақырғандарыңызға рахмет. Енді жалпы білім мен тәрбие екі жіптің басын ұштастырған адамды нағыз тұлға деп білеміз ғой. Енді Бауыржан ағай өзінің тұлғалық жолында таусылмайтын ағартушылыққа, жаңашылдыққа тырысып, өз ұлтын өзінің қолынан шыққан бұйымдарымен, өлең жолдарымен дәріптеп, керемет бір сабақтарды беріп, оқушыларды құндылыққа, жаңа өздеріңіз көріп отырсыңдар, тәрбиелеп, өзінің бойындағы ер азаматқа лайықты, керемет бір қасиеттерді дарытып, міне алдымызда үлкен тұлға, жаңа біздің жүргізушіміз айтқандай, дара тұлға болып соған келді. Біз сондықтан біз ағайды құрметті де және қадірлі Бауыржан ағай деп енді айталамыз. Жалпы мағыналы өмірде адам баласы бір үлкен белестерге қол жеткізеді. Бүгінгі ағайдың міне осы белеске қол жеткізген сәті деп есептейміз. Өзінің ұстаздық жолында ағай керемет осы құндылыққа толы тәрбиелік мәні бар, керемет жаңағы өзінің шын жүректен шыққан өлең жолдарымен ұштастыра білді. Оның осы жерде тұрған ағайдың кезіндегі завуч болған үш завуч сабағына кіріп керемет сабақтарды біз көрдік. Ағайдың осы мектептің номер 4-ші Қандыағаш орта мектебінің, жалпы білім беретін мектебінің эстетикалық жағының
дамуына үлкен үлестер қосты, өз білімін және кәсіби біліктілігін аямай күш жігерлерін жұмсап ағай керемет осындай туындыларды ізін қалдырып кетті сол мектепке. Ағайдың сол мектептегі жасақтаған кабинеті қазірде бар. Ол кабинетте қазір тәрбиелік мәні бар, құнды керемет ата-аналар мен оқушылардың бірлескен класстан тыс шаралы өтуде. Қазір мен өзім пенсиядамын, бірақ та сол жұмыстарды мектептің инстаграмысынан көріп отырам. Сонда әрбір ағайдың жасаған жұмыстарын көріп отырып, ағайдың ізі ғой деп іштей мақтанып отырам. Бұл мақтанарлыққа тұрар. Сосын әр мейрам сайын өзің жанына жақын жақсы адамдарына әрине өлең жолдарын жолдап отыратын еді. Жаңада бүйтіп қарап отырмын, сол өлең жолдары мектепте жоқпын ғой, сол өлең жолдарды өзімізге бірнеше жыл бойы арнаған өлеңдердің жолдарын алып келуіміз керек еді деп жаңа ғана есіме түсіп отыр. Бұйырса амандық болса, ағай пенсияға шыққанда оны да ұйымдастырармыз. Қазір енді шығармашылық кеш деп біліп келіп отырмыз ғой. Қазақта бір жақсы қанатты сөз бар. Қадірлі адам қартаймайды деп. Жаңа өздеріңіз айтып жатсыз, дара адам, нағыз адам деп деген. Сондықтан шашыңызды ағалса да, бетіңізге әжім түссе де, жаныңыз қартаймасын, деніңіз сау болып, ең басты отбасыңыз аман болсын. Бала шағаларыңыз аман болып, тек осындай әріптестеріңнің арасында сіз шаттықта, мерекелік жағдайда өмір сүріңіз. Біз соған сізге тілектеспіз. Бұл жерде енді жаңа ойланып отырмын. Менің жолдасым ағаймен құрдас, бір жас құрдас деп айтатын еді. Маған да құрдас дейді бұл кісі. Сондықтан мен 2 жыл ағайды көрмеп едім жұмыстан кеткелі. Міне бүгін көріп тұрмын, ағайдың мынандай жаңағы әдемі күйін сол күйде қалғанына кәдімгідей таңғалам. Адам енді өмір болғасын өзгереді ғой. Әжім келеді бетке деген сияқты. Ағай Ғани Батырханның ағайды керемет баптағансыз енді, күшті. Сондықтан мына өлең жолдары өзімнің ойыма келіп тұр да, бұл жерде айтпасқа болмайды. Каким ты был, таким остался, орел степной, казах лихой. Зачем ты повстречался, зачем нарушил мой покой? Сондықтан, каким ты был, таким остался. Сіздің осы әдемі азаматтарға сай жақсы қасиеттерін сіздің балдарыңызға, сіздің ұрпағыңызға таралсын. Сосын ағайдың мына пәнге деген керемет бір қызығушылығын арттыратын ағайдың өзінің сабағын мына керемет бұйымдар арқылы өлең жолдарымен жеткізетіндігі. Оған біз осы сол кездегі 3 завуч куәміз. Құтты болсын ағай. Ғани Батырханның құтты болсын, бала шағаңыз аман болып, те осындай шаттықта өмір сүріңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін Бауыржан Насреддинұлының шығармашылық кеші деп Қандыағаш қаласынан келіп тұрмыз. Аман есен көргенімізге қуаныштымыз. Біріншіден мынау Фариза Оңғарсынова атындағы нөмірі 41-ші мектеп гимназиясының Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Ұстаздық қызметтің қыры мен сыры көп. Ұлттың болашағын тәрбиелеу жауапты іс. Осындай істе жауапкершілік танытып, өз ісінің маманы болып жүрген ұстаздар қаншама.
құрметті Насреддинов Бауыржан ағай, бүгінгі келіп жеткен туылған күніңіз құтты болсын. Әлемнің барлық жақсылықтарын тілейміз. Және де біздің Бауыржан ағайдың 4-ші мектепке қосқан үлесі өте үлкен. Соның бірегейі 30 жылдық қарсаңында шығарылған тәуелсіздік құрдасы алтын ел мектебім атты әнін қабыл алыңыздар. Сөзін жазған Насреддинов Бауыржан, әні Орман болмасы өзімдікі. Және орындайтын шәкіртіміз Сәлімжан Айдарияның орындауында қабыл алыңыздар. Тәуелсіздік құрдасым, өзіне сүйем көп менің, жырымдардан тыңдашы. Оқытып ана тілін, жаңғыртып ұлттың үнін, сауатын ашқан шәкірттер, бейбіт өмір тілекшім. Өлең шумақтарынан үзінді, балалық шаққа саяхат. Ұйқы қашып атырдым таңдарымды, бойға сезім орнады жанға жылы, өткені балалықтың қызық шағы, көз алдымда тізіліп самсап тұрды. Құлағымның түбіне келген үнін, құрдастарым бір мектепте алған білім. Дәл мендей елестете аласыз ба, жастық шақтың алыста қалған күнін. Балалық шаққа саяхат, өлеңімді шығарамын ойдан серіп, айналып өткен шаққа қайта келіп, сағынып сол кезіме тамсанамын, жүктанадай бірдемге болған жерік. Асыр салған біз ойнаған өктер қайда, құлпырып бәйшешектер өскен майда, Қаратауда мұнарланып түсті есіме, қызғалдағын теріп жүрген өзі сайда. Қолыма ақтарып сары ой таусамын, қаламды сүйреп саусағым, сарайда сары сағыныш, ауылыма ауып аңсадым, жастықтың күйін шертемін, бүгінде болған ертенім, құмымды шашып ойнаған, жолдаймын сәлем ертеңін. Жасыл орман асқары тау неге, жалынышты жары сәулеге, салсын арман мейлі әуреге, атып тұрған таңға тәубедей, қара көзің мөлдір мөлдіреп, қиналадым сол бір золы жүрек. Асу ермес биік шыңдардан, ашу жеңгіз күйік мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, субай өтсең небір сындардан, салады саған бұл жалған. Салады саған бұл жалған. Жау шапса, қарсы тұрар қамалың сол, мадақ сөзді құрамасын мен бекерден. Шырғаласа өмірде қиын тұстар, еркектер ғой, еңсесін биік ұстар. Алапат жүк көтерген атан нардай, елдің көшін әрдайым алға бастар. Еркекпенен күніңнің сәні болар, еркекпенен түніңнің әні болар. Егілген егістердей ел көбейсе, еркектің олда сепкен дәні болар. Құмайы тазы, жүйрік ат, құс қыранда, серілікте жарасқан тек ер адамға, құр қайтпай, қанжығасын байлап қайтар, еркектер ғой, аңға шығар қансонарда. Еркекте құнды емес байлық деген берекесі, оның кірген қалықпенен, үш тарлыққа бой алдырмас аңғал мінез, сұңғар құстай жемтігін шашып жеген. Сол еркектің көсірсең мәртебесін, бақыт құсың төбеңнен ән тербесін, асыл жары жарасып сәні болып, асылып иығына еркелерсің. Еркектерді әйелдерден аз демең, әңгіме ма айтылатын ол деген. Еркектерге 4 әйелден келсе де, әйел сірә бізге көптік етпеген. Қандай әдемі. Саламатсыздар ма? Бауыржан Насреддинов бауырларыма. Қуансаң, қуанатын бірге тойлап, қамықсаң, қамығатын сені ойлап, көтеріп бірге өмір ауыр жүгін, бас аман, болсын лайық бауыр бүтін. Ағаң болса, жаныңда ағалайтын, қанат бітіп жүргендей болар айқын. Сан сатылы өмірде кездесетін сәттерінде қиындықтың аңғармайсың. Апам болса, әрине, өмір ғайбат,
деген шаруаны жүрер жайға, қайда жүрсе ол өзі тілекші бар. Орын берер бауырына төрттен сайлап. Ілін болса, танысы, дем беретін. Жан бауырын сен асылға тең көретін. Жақсы сіне қуанып бауырының, төбесіне асырар көкке бүркін. Арында бір бауырың, қарындасың. Сен мұңайсың, жаны бір қамығатын. Байқалып тұратыннан нұр көзінен бір көрмесе бауырын сағынатын. Құрсағында пайда болған бір ананың, бұйыртып алла берсе сұрағаның. Бастағы бағым осы бағаласам, басында мәңгілікке тұрар бағым. Мен қашан жетем, ойбай, не екем деп түсінбейтін еді. Армандайтын еді. Ал міне жастар, мынау сіздердің алдарыңыздағы біздердің үлгілеріміз осылар. Сіздердің де еңбектері осындай қай уақытта да шығармашылық есеп, мынау әншейін әңгіме емес. Сен өзіңнің мына істеген еңбегіңді елмен бөлісіп, міне мен сіздермен бірге осындай еңбек жолында осындай мынандай әрекеттер жасадым. Осындай жолында мен мынандай нәрсеге жеттім деген керемет жетістікке, яғни бағын көрсете білуде азаматтың қолдарынан келеді. Алдағы уақытта деп шығармашылық. Табыстар, зор денсаулықпыз, бала шағаның қызы. Сөздерін бәріне бауыржан айтсындырып алып. Ал, баршаңызға рахмет. Ағай, өзіңізге ма? Мен өлеңдеймін. Мен қанқыз өлеңдеймін. Ал, жақсы енді мынау. Жаңа сценарийде бар дейді, бір өлең оқып берді жатыр, бір өлең оқып жіберейін. Бұл енді әртүрлі тақырыпта айтылып жатыр енді. Мынау кейде ойлаймын да, осы жерге келгенде бір сәт түсіп тұр ғой. Мынау поэзия хатшысы Фариза Оңғарсынованың мынау атындағы үлкен бір білім ордасында өстіп жатқан бір жағынан бақыттым, қуанамын да, сәт түсіп жатыр. Енді сондықтан да болған шығар осы бір өлеңде отыр, бір жақсы бір өзім жазған өлеңді өзім оқып көрем, өзім кейде бір жаңағы мәнерлі оқи алмайтын бар, өзім шығарған. Бізде жазып шығарған сөйтеміз ғой, оқып берейін. Мынада қазіргі енді небір түрлі жағдай болып жатыр, мынау өмірде болып жатқан жағдайға байланысты жазылған қазір не көп, мынау көліктен авария көп. Соған байланысты жазылған өлең бар еді, соны оқып берейін. Уақыт деген өзі әкесінен айырылған бала мұңы деген бар. Махаббат, романтика. Не болмаса, я Фаризаға шығарғаным деген айтпесе. Онда апайыма шығарғанды оқып берейін. Қолға алып бетін ашып әліппенің үйреткен ежіктетіп әріптерін өн бойыңды аралап сусындатып білім нәрін бойыңыздан сылып бердің. Есімде әріп қосып жаттағаным, есімде ұстазым деп айтқан әлім, қос тұрып санауышпен саңғасанды саусақпенен санатқаның қанша барын. Әр үйден бір-бір тентек отыратын, әріппенен айталмай қосып атын, сол шәкіртті жетеледің биіктерге, болсын деп бірі доқтыр, бірі ақын. Кеш жатып, ерте тұрып таң атырған, қымбат санау уақытты сабалтынан. Ұшан теңіз еңбектің арқасында шәкіртіне білімнің жол ашылған. Ұшқыр ойдың іргесін құйып бердің, болсын деп азаматы біліктелдің. Қайнар бұлақ көзін ашқан ұстазына қайтаратын қарызы бар түлектердің. Шәкіртің биіктерден көрем деген, білімді ұрпақ шықса деп кемелденген.
ұстаздың жетсем деген арманы сол, қарызыма сый берейін өлеңменен. Ал енді қатымызды жақсы жиналған болып, бүгінгі Бауыржан ағайымыздың жеке шығармашылық кеші өз мәресіне жетті. Және сіздердің құрметтеріңізге анау былайша айтқанда буш өтпей ғой, баршамызда астан ауыз теңіздер. Келіңіздер, рахмет дегендеріңізге. Жанына жағында сүй жоным ағылма дәл осы қалпында сүйгін